Сәлем баршаңызға. Біз көптен күткен Джокерді істейміз. Барынша мұқият қарап түсініп алыңыздар, және ақырында біздің фотошоперлердің жұмысы бар, соны қараңыздар. Мінекей мен өзімнің фотомды таңдап алдым бұл жолы. Өзіме де істеп көрейін деп. Джокер қарапайым, бір жағы селфи. Жай ғана селфиден Джокер шығару жолында бір жағынан үйренеміз. Бірінші бізге добавить фото. Жартылған ауыз, яғни шрам. Шрамды қосамыз бірінші, оны ауызға әкелеміз бірінші. Ауыздың езуге әкеліп, дұрыстап икемді осылай қойып аласыздар да, енді өшіргіш, жоғарыдағы өшіргішті аламыз. Плюстың сол жағында тұрған өшіргіш. Сол өшіргішті алып, мінекей мына жерден затемнитке қойып алыңыздар. Ұмытып кетіппін ғой, сәл қалды. Затемнит қана ең тура түсетін осы. Әдемілеп әкеліп аласыздар да, өшіргішті алып, шетін, яғни ең шеткі несін, ішіндегі ойыққа тиіспейсіздер. Қазір жақындатып көрсетейін. Мінекей шетін өшіріп шығасыздар, көріп жатсыздар ғой, тек шеті өшіріледі бұның. Ішіне тиісілмейді. Неге? Шетін дәл осылай өшіріп шығасыздар. Өшіріп қойылғыш фотоның қойылудың шамалы күшін азайтамыз. Окей. Келесі тура екіншісінде дәл осылай туралап әкеліп аламыз жақтың қасына. Мінекей. Ол теріс болып тұрады. Тура видеодағы сияқты бір жағынан ұстап оң қаратып аласыздар. Теріс айналдырып. Тура бұны да сол сияқты өшіреміз. Неге дұрыстап алайық мені размерді. Все. Енді шет-шетін өшіріп шығамыз. Неге? Окей, так. Все, бұны да шамалы несін азайтып. Окей. Жыртылған ерін дайын болды осымен. Енді келесі бізде этап. Ол FX-ке кіріп, черно-белыйға таңдау. Яғни FX-ке кіреміз. Қазір жай ғана черно-белый таңдайсыздар. Қай бір фотода істеген болатын сосын. Жай ғана черно-белыйдың ішінде стандартты көрдік. Окей, ешқайсы тура келмейді. Стандарт жоғарыда өшіргішті аласыздар. Сөйтіп, очистить деген жазудың қасында инияның белгісі сияқты домалақ қара түс соны бассаңыздар, түс ауысып кетеді, кест бояғышқа түседі. Бояғышты аласыздар, білесіздер соны. Болмаса мен қызыммен көрсетіп боярмын. Неке бояғышты алып, неке дәл осылай бояп шығасыздар. Анау домалақ қара ақ болып тұрған соны бассаңыздар, эффект ауысады. Неке түсін аласыздар, тура өстіп боямыз. Так, аламыз, өшіргішті аламыз да, енді еріннің үстін, жаңа жыртықтың үстін өшіріп шығамыз. Бұда тек қана бет черно-белыйға боямыз. Неге десеңіздер, қазір алты жағында түсініп аласыздар, неге екен? Неге? Ерінді бояймыз. Ерінді шамалын ортада біраздыра, осыған тілім келмейді. Соны азайтамыз. Әр видео сайын айтам, осыны тілім келмейді. Бірақ та айтып қала берем. Осыны күшін азайтып аламыз да, тілді, ерінді тойшты. Өзгерт аламыз. Келесі бізді этап рисовать. Шашын бояймыз. Бұған сіздердің шаштарыңыз міндетті түрде үпа-түпа болу керек, дәл менікі сияқты. Бір жанға қою қайтарылып тұрса, ол болмай қалады. Қазір көреміз. Бірінші соңғы нені алып, началоны таңдап аласыздар. Ең соңында начало деп тұрады. Соны таңдап аласыздар. Жасыл светке қойымыз. Джокердің шашысы жасыл. Міне екі кеспен жұмыс істейсіздер. Осы екеуі ғана әдемі түседі. Неге қазір шашын бояйық? Началода көрінбейді. Менің шашым бір түсті болғасын, бұған үпа-түпа шаш болып тұрса әдемі болады. Шаштарыңыз үпа-түпа қылып бояп көріңіздер. Бұмен әдемі шығады. Осымен бояйсыздар да, ең оң жақтағы шеткі, ең шеткі капа дейді. Соны болмаса слойды ашқан кезде начало бар. Соны ұмытпасаңыздар болды. Өшіргішпен артық кеткен жерлерін өшіріп шығамыз. Неке менің шашым ондай қатты болған жоқ, себебі болған үпа-түпа шаш болғанда дұрыс болар еді. Көбінесе бұл қыздарға. Неке қазір көрсетейін, началода тұр, басқаларына көріп көрдім. Экранға қойып көрдім. Экран болмайды, неке дұрыс болмай қалды. По-любому бір үстінен бояу түскен сияқты болды. Началода тұра берген дұрыс. Шаш бояйтын болсаңыздар, тек қана началоға қойып бояйсыздар. Неге көріп жатсыздар, менің шашым қою бір түсті, бір жаңа қайырылып қалған болғасын, ондай қатты шықпады. Келесі добавить фото. Енді Джокердің өзін бастаймыз. Неке аузын аламыз. Ауыз көз болып тұратын, бөлек-бөлек қырқып аласыздар. Әр степ болғасын окейді басып қайта көрмесеңіздер, сіздер қимылдатып алуларыңыз мүмкін. Умный затемнит тура келеді. Қойылғышын кішкене азайтып жібересіздер. Ауызға турлаға келеміз. Неге кішкене азайтамыз. Окей, қайтып кіреміз да, добавить фото. Енді көз. Неге тура осындай зат бұл. Үлкейтсеңіз тура түспей қалады бұл бәрі. Өзін жеке-жеке қойған дұрыс. Енді смотря бастарыңызға байланысты.
мінекей бірінші көзді қоямыз. Бұны қоямыз да бұның қоюлағышын азайтып көздің ішін өшіресіздер қазір. Мінекей қараңыздар, көздің ішін өшіргішті алып көздің ішін ғана өшіреміз. Көздің ішін так қазір вот міне көздің ішін осылайынан тек көздің ішін өшірсеңіздер жеткілікті. Немесе клонироватьпен қасты алып тастасаңыздар да негізі әдемі шығады. Қасты алып тастайды негізі көбінесе джокерлердің, бірақ та мен қасыма тигім келмеді. Мінекей инстаграмға салатын болсын, қасыма тигім келмеді. Мінекей окей қылып қайтып тауып фотоға кіріп, тура екінші көзді, екінші оң жақ көзді де дәл осылай істейміз. Окей, түсінікті. Енді прозрачность азайтамыз. Окей, болды. Осымен дайын емес ойнайтым. FX-ке кіреміз. Енді бұған түс таңдаймыз. Қазір түсте көресіздер. Оля-ля, беті аппақ болып шыға келеді. Мінекей көрдіңіздер, жаңа черно-белый беті аппақ болды. Джокер дайын. MCQRD деген программа білесіздер, сонымен де істесе болады, бірақ оңқы жасанды екен көрініп тұрады. Мынамен өз қолыңызбен істеген. Драмаға қойып аламыз. Қатты не қылмаймыз, драмаға қойасыздар, окей шығамыз. Келесі этап қайтып FX-ке кіреміз. FX-ке кіріп HDR таңдайсыздар. Мінекей HDR таңдап, беттің бәрін жасанды емес, шынайы екенін HDR көрсетіп береді. Мінекей HDR-ден шықтық. Енді не қоссақ екен? Сохранить етіп аламыз. О, менің ойыма бір нәрсе келді. Добавить фото, жаңағы суретімді алайын. Мінекей джокерді алдым. Умныйға қоямыз. Умныйға қойып үлкейтеміз. Өшіргішпен артық жерін өшіріп тастаймыз. Қазір ғана менің ойыма келіп бұл. Ойыма келіп қалады, шабыт келгенде соны істей салайық. Өшіресіздер. Типа задний фон. Мінекей кішкене несін азайтып қоямыз. Окей. Так, біреу азай болып қалды. Тағы да істейміз. Окей. Добавить фото. Бас идея болса болды сіздерде. Фотошоптың кез келген түрін, кез келген нәрсені фотошоптан істейсіздер. Вот мынаны жамал басын неғып қояйын, әдемі көріну үшін. Бұны да тура солай адамның үстінен полный өшіріп тастайсыздар. Сіздерге бұны істеу міндетті емес, просто менің ойыма келіп қалды. Мінекей тура бір ар жағында фон сияқты болып қалады, көрдіңіздер. Енді осылай әдемі шығады. Жалпы Джокер фотошоп осылай істелінеді. Сау, сәлематта болыңыздар. So back to what I was saying. Could be us.